сомнан қалқым жахо жарон қыста Сібірияның суы келсе де бір кусардың сыртынан киіп алсаңыз тоңбайтын чанку панку торсын досың ішіне шаптап салған деп ойласаңыз болды ғой. Бірақ сіз осындарды қимыл қылып бердім. Бақыт міне пифасын 70-80-нан алатын шығарсыздар. қалқым цек түскен тәзімалға баспадық. Міне көрдіңіздер ма, сапасын осындай сымдарды қимыл қылып бердік. Енді адам болғаннан кейін бір 4 күн жасасаңыз да бір ұят ұжданмен жасау керек қой. Ұят ұжданыңызбен бір оғыл баладай кеудені қағып тұрып жасай алмаса, бұл өмірдің не мәнісі бар? Сіз әр уақыт бір осындай бір керемет бір істерді істеуге тырысып, халқыңыз үшін, туыс туғаныңыз үшін бір керемет істен біреуін өміріне напа егі одан көп болса тіпті жақсы істей алсаңыз, былай бір артыңызға қарағанда бір халқым үшін мен мұндай жұмысты істеп беріппін дейтіндей бір адам ішіңізден бір масаттанатындай іс бітірсеңіз, өнінген адам бір өзіңіздің жүжданыңызға да мындай бір жүзгел аласыз ғой. Кейбір нәрсе адамның идеясынан өтеді, кейбір нәрсе өтпейді. Сол кейде идеяңыздан өтпей қойған кезде намыр болып ішіңіз сықылып өзіңізді яйы қыласыз. Бір партла көріңіздерші. Мен бүгін партла кеттім бағана. Не дейді десеңіздер, әлгі екеуі немене көрсеттім ғой бағана телефонда, әлгі не дейді? Жының ұстайды әлгі көрсеңлем. Өстіп елдер мені жігітпен құшақтасып сөйсті дейді. Сендер ана баланы ана сөйтіп тумай қайтып тудыңдар. Сонда сөйтіп тудық деп бірақ көшеге сөйтіп кету керек па? Адамда ұят болады. Біз адам туылғанда жалаңаш туылғанмен үстімізге киім кешек киеміз. Неге? Ойбай ұят болмасын деп мына жерді жиямыз. Ойбай ұят болмасын деп мынадан өрі көрсетпейміз. Ойбай ұят болмасын деп ұзын киіп, бірде 30, бірде 40 көйлектер шұбаңландып, бәрі жерімізді жауып жүрміз. Неге? Ұят үшін. Ойбай ұят болмасын деп үйімізді атақты ұстаймыз. Біреу келсе, ой ұят болмасын деп қолымыздан келген жақсылық, мейман келсе, ой ұят болмасын деп барымызды беріп күтеміз. Осының бәрі не үшін? Ұят үшін. Сол ұятты бүгінгі күні ақша табу үшін бір жаман иегінде 5 тал жүні бар саққан серт еткен бір көтіне енді жүн шыққан бір лата бір демеймен жүрегімді айтып. Ол аутырана жанында бүйтеді. Немене дейді Құдай ол? Мынаны алыңыздар, мына 45 сомдық мойылу. Осы қатынның осы иісі болған кейін мен құшақтап сүйіп жүрмін. Әкеш жаным бір сүй барай. Сол пәлем миллион қалқыз бір ерсайдалық жігіт тапты деп ана мынаны десе мен тегі бір елдің несі бар деп ойлаған. Бірақ ана бір надан бір демені тауыпты ше. Әсінде ерсай бір тәп-тәуір адам сияқты бір ерлағасы сияқты бір керемет адам табуым керек еді. Қайран өмір, қайран өмір. Қайдағы бір ондай мәдек бар адамда да бар ғой. Ана жігіт бішің, нік шауқоз бішің. Мен бір тал жақтырғам жоқ ана жігітті ше. Тег. Ана адамда бір гөжүй бір болып, ана жігіт бір тудықын, ана бір 5 минутқа жетпейтін 2 минуттағы сөзінен ананың қаншалық нашар жігіт екенін біліп алдым мен.